Менің атым Гүлназ. Қазір 25-темін. Қызым ұйықтап жатқанда ғана осыны жазаламын. Бұл оқиға 2018 жылдың қарашасынан басталады. Мен 17-демін, 11 сынып ауыл мектебі. Ол Ерлан Талғатұлы. 32 жаста, дене шынықтыру мұғалімі. Бойы ұзын, иығы кең, даусы төмен, бірақ жылы. Күлгенде көзінің бұрышында әжім пайда болады. Сол әжімді көргенде ішім сыздайтын. Бірінші рет жақын болғанымыз сол қарашадағы жұма күні. Сабақ біткен. Мен әдейі соңында қалдым. Допты қуып бара жатып, резеңке еденде аяғымды сәл тайдырып артқа құладым. Шын мәнінде қатты ауырған жоқ, бірақ ағай деп нәзік шығардым. Футболкам жоғары шығып кетті, ақ тапигімнің астынан екі толық анарым мөлдіреп көрінді. Екі анарым терден су болып матаны тесіп тұрғандай. Ол жүгіріп келді. Тізерлеп отырды да қолымнан ұстады. Гүлназ, не болды, қай жерің? Медбике шақырайын ба? Мен басымды шайқадым. Жоқ, қажет емес, сізбен сөйлесіп тұрғанда ауырған жерімді ұмытып кетемін ғой дедім де, орнымнан жартылай көтеріліп, оның ерінен бірінші болып сүйіп алдым. Тілімді оның аузына сәл кіргіздім. Ол бір сәт қатып қалды да, сосын мені өзіне тартты. Қолдары белімнен төмен сырғып, бөксемді қыса ұстады. Мен оның иығына қолымды салдым. Сол күні залда ешкім қалмаған еді. Ол ештеңе сұрамады, тек есікті құлыптады, жүрегі дүрс-дүрс соғып тұрды. Мені қабырғаға сүйіп тұрғызды да қатты сүйді. Төбегімнің астына қолын кіргізіп, екі анарымды сипай бастады. Мен ағай, осы күнді қаншама күткемді білсеңіз ғой деп сыбырладым. Ол ештеңе айтпа дегендей қолдарын сумаңдап әкетіп бара жатыр. Ол мойнымнан төмен түсіп, төбегімді жоғары көтерді. Екі аппақ толық анарым оның бетіне тиді. Аяғым дірілдеді. Сосын ол мені маттың үстіне жатқызып керемет әсерге бөледі. 1 минутта шыңға жеттім. Мен оны қолыммен ұстадым, ыстық, қатты, тамыры соғып тұр. Ағай, ауыртпай кіріңізші, дедім. Бірінші рет қатты ауырды, бірақ мен шыдап бақтым. Ол тоқтап, ауырса айт деді. Мен басымды шайқадым. Ол қозғалды. Баяу, терең. Мен оның ырғағына еріп белімді көтердім. Бөксем оның қолында толқынданып жатты. Содан кейін ол мені құшақтап жатты. Шашымнан сипады. Жаным, сен менің періштемсің деді. Мен оның кеудесіне басымды қойып, мен сіздікінмін дедім. Солай басталды. Кейінгі айларда жертөледе, оның мерседесінің артқы орындығында, мен үйде жалғыз қалғанда ол түнде келіп кететін. Кейде оның үйінде, балалары ұйықтап жатқанда, ас үйде, үстелдің үстінде. Кейде далада, қонақ үйде терлеп жататынбыз. Ол маған, сені ешкімге бермеймін дейтін. Төсекте, әйелім саған жетпейді дейтін. Мен сенетімін. Мәз болатымын. Мектеп бітірген жылы Алматыға оқуға түстім. Соңғы аптада ол мені қонақ үйге алып барды. 2 күн 2 түн. Терезе ашық, сыртта жаңбыр. Кейін ол, біраз күт, әйеліммен ажырасамын деді. Мен күттім. Демалыс сайын ауылға бардым. Ол мені станциядан алып қонақ үйге апаратын. Кейде машинада бастап кететінбіз. 2022 жылдың қыркүйегі. Аяғым ауыр болды. Оған айттым. Ол алғашқыда менікіме деді. Сосын түсір деді. Мен түсірмедім. Үйге айттым. Әкем мені жазаламақ болып өзім сүймеген. Жігітке Нұрболға берді. Қазір қызым 2 жаста. Нұрбол жақсы адам. Бірақ түнде қызым ұйықтағанда мен сол қонақ үйдің төсегін, сол мерседестегі былғары орындықтың иісін, оның ішінде босатқан сәттерін есіме аламын. Денем әлі сол кездегідей ыстық болады. Кейде душта тұрып, оның атын сыбырлап жылаймын. Ол әлі жазады. Қалайсың, жаным деп. Мен жауап бермеймін. Бірақ телефонды қолыма алып, сол ескі суреттерді ашамын. Мен бақытсызбын. Бірақ сол ыстық түндерді ешқашан ұмыта алмаймын. Олар менің ішімде әлі өмір сүріп жатыр.
Bir сәттік әлсіздік адам өмірін бұзып та, түзеп те жіберетін сәт. Өзімде түсінбеймін кейде, неге дәл сол кезде жүрегім мен ақылым екі жолға бөлініп кетті. Іштей білем, ондай болмауы керек еді. Бірақ өмір деген сол, қателескенді кешірмей, бірақ сабақ үйретпей қоймайды. Сол бір сәттік әлсіздіктің иесі, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Білмеймін, неге ол жайлы ойлай беремін. Не себеп? Адамның психологиясы ма, әлде жүректің бір бұрышындағы шешілмей қалған сұрақ па, соны түсіне алмаймын. Мен оны сүймедім. Мен өмірімді одан күтпедім. Бірақ сол бір сәтке не итермеледі? Неге соған жол бердім? Міне, осы ойлар әлі күнге дейін мазалайды. Жастарға айтарым, бір сәттік әлсіздік ешқашан бір күннің қатесі болмайды. Ол өміріңнің қалған бөлігіне ізіңді қалдырады. Сен тым сенгіш болма, эмоцияға ерме. Әр таңдауыңның арты жауапкершілік. Менің өмірім соған дәлел. Кешірім бар екен, бірақ ұмыту жоқ. Қабылдау бар, бірақ жүрекке батқан із өшпейді. Соған үйренесің, бірге өмір сүресің. Ең қиыны өзіңді кешіру.